эле 31 күнү бизде мектепчилик кезең өттү. Сол мектепчилик кезеңге биздин мектебимизден 130 окуучу катышып, сонун ичинде 62 окуучумуз жүлделі 1 және 2 орын алған окуучуларыбыз аудандык кезеңге катышат болот. Былтыр біз ауданнан 19 окушу орын алса, быйыл 19-дан асып 25 бала окушу орын алады ғой деген үмітте отырмыз. Олимпиада басталмастан бұрын 1 жылда көбірек 2 жыл, 3 жыл дайындасаңдар осындай жетістіктерге жетуге болады. Сеніп тапсырылған жұмысты әділқазылар алқасы мейлінше сол сеніп тапсырылған жұмысты адал атқаруға тырысады. өте тартысты өтті, 3 оқушы қатысты. Жарты балл ұпаймен араға шыққан. Оқушыларымыз енді ауданда да мектебin намысын бермейді деп ойлаймын.